де тез әрі дәмді блины жасағыңыз келе ме? Онда бұл рецепт дәл сізге. Бір ыдысқа 3 жұмыртқа, 5 ас қасық қант, 1 шымшып тұз қосамыз. Жақсылап араластыра. 400 мл сүт қаямыз. Енді оған 200 грамм ұн салып, түйіршіксіз етіп араластырамыз. Біз шоколадны блины жасағандықтан үстіне 5 ас қасық какао қостық, және де 3 қасық өсімдік майын қосып, қамырды 10 минут тынықтырамыз. Қызыған табаға жұқалап құйып, 2 бетін алтын түске дейін пісіреміз. Нәтижесінде жұмсақ, жұқа әрі өте дәмді блины дайын болады. Қаймақпен, тосаппен немесе құйылатылған сүтпен бірге берсеңіз тіпті керемет. Осындай дәмді рецептер үшін арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.